Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қантты бәліш жасаймыз. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Жылы сүтімізге тұзымызды, ашытқымызды апара дайындаймыз. Ашытқымызды саламыз. Қанттан 1-2 қасық саламыз. Бұл өлшеп алынып қойған заттардан салып жатырмын. Маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Ұн қосамыз 2 қасық. Жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекейіңіздер 15 минут өтті. Енді осының үстіне, апарамыздың үстіне бөлме температурасындағы сармайымызды, жұмыртқамызды және сұйық майдың жартысын құямыз. Жақсылап араластырып, қантымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Бөліп саламыз ұнымызды. Жақсылап араластырамыз. Мінекейіңіз, енді қалған ұнымызды саламыз. Қолмен елейміз енді бұл жерде. Жақсылап ең қандырып елеуіміз керек. Көп елеуіміз керек. Еуі қану керек. Мінекейіңіз, енді осының үстіне қалған сұйық майымызды құйып, тағы да елейміз. Еуі қанғанша жақсылап елейміз, майы сіңгенше. Сосын мен духовкамды қосып қойдым. Жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Мінекейіңіздер, ұнымыз көтерілді. Енді қантты бәліштерімізді дайындаймыз. Бір рет елеп аламыз. Енді бөлшектерге бөліп аламыз. Дөңгелектерге бөліп аламыз. Көз мөлшерімен істей беремін. Өзімізге істегендіктен. Мінекейіңіздер, осылай бөліп дайындап алдым. Енді бәлішімізді істеуге кірісеміз. Жайып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сармайымызды жағамыз. Қантымызды себеміз. Енді дөңгелетіп ораймыз. Осылай ораймыз. Екі жақ шетін қосып, шеттерін қысып, екі жақ шетін қосып, ортасын кесеміз. Сонда бізде жүрекше бәліш шығады. Мінекейіңіздер, міне осылай шығу керек. Мінекейіңіздер, міне бәрі дайын. Енді 15 минутқа көтерілуге қойып қоям. 15 минуттан кейін жұмыртқаның сарысына, маған лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сарысына 1 қасық сүт қосып, бетіне жағып, үстіне қантын сеуіп, духовкаға қыздырылған 15-20 минутқа қойып қоямыз. Мінекейіңіз, бәлішім дайын.